Енді бұл жалпы әзір кешегі не бойынша былай жақсы қозғалғанмен мына бел 45 градусқа қисайған, бір жағына қарай қисайып қалған, біраз күрделі. Енді бұл кеше нервтерді оятқаннан кейін жаңағы біраз жеңілдеді. Бірақ қарай көмек керек бұл жігітке. Осы жағын ойлаңыздар. Екі мың 25 26 ақпан. Sürüsün mü? Nasılsın mı? Gaz. Eski tursam gaz olur. Ay vay travmayı boy be. Oturmamış mı? O abi be. Ağır yatma. Yattım o. Ayağınızı көтере алмайсыз ғой, е? Жүріңіз, жүре беріңіз. Ары қарай айлаңыз. Ары айлап жүріңіз. Тез жүріңіз. Бері қарай. Бір аяқты сілтіп басасыз ғой, е? Ие. Ары қарай, тағы да. Сол аяқты сілтіп басасыз. Мына жақты. Жүріңіз. Ба? Иә. Әбіші кәрі. Қай жыл? 65. 65, ә? Ақсуат қой тұрған жеріңіз. Иә, міне. Тарығатай ғой. Тарбағатай ма? Шығыс Қазақстан Тарығатай сонымен. Кіндікті ауылында тұрамын. 2025-24 ақпан кешеге келдіңіз, ә? Кеше келдіңіз. Ажып болып жүрмей ма? Қызып жатыр ма? Шыдайсыз ба? Чыдайм. Қатты ма, баяу ма? Жоқ. Қатты қызды ма? Қатты емес шығар? Жоқ, қатты қыздыралды. Күйдірді ма, қатты күйдірді ма? Шыдауға бола ма? Кішкене қыз. Шыдайсыз ба, шыдамайсыз ба? Жоқ, нервісіз. Ha. Neyse koyalım.
Ürdese koyar mı? Oy. Açtım bir. Oo. Kızdı mı? O çalıp kızım oturmuş. Oo. Oy. 12 kun oldu mu? 2025. 13. Қаңтар ары қарай жүре беріңіз, жүре беріңіз. Бері қараңыз. Жүре беріңіз. Жоқ, түспеңіз. Шыдаңыз. Қалай болып жатыр? Ойбай күйіп барады. Күйіп бара жатыр ма? Шыдамай кеттіңіз ба? Көбірек үйреніп қойдым. Не тартырсың? Арқаңызды тартып жатырмын, өзгерсін. Шыдауға бола ма енді? Болады. Басылды ма? Біраз көрдім. Жаңағы. Жаңағындай қатты емес қой, иә? Көбірек емес. Жаңа қатты күйдірді ма тек? Ойбай ашығына. Күйдіргеннен бұрын ашып кетті. Больно, 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 больно. Я снимаю. Больно. Ай, смотри, вытри. Нельзя уйти. Снимаю. Горит, да? Очень. Огонь, огонь, огонь. О, Сон, скажи, что мне очень. Я хотел тебя подать, сказать не надо. Очень сильно. Невозможно. Так вот, подожди. Ожог. Осындай әрекеттеріңіз бар бәне Аллай. Қаттай қайлама сарғайып кетесің. Аллай, емексіз қайт шыдаған Аллай. Солай ма екен? Ол біраздан табылды ау деймін мен де түсінемін. Kızarıp ki kapta. Üрлейін ба? Қойшымдан да неге жақтыңыздар алай. Жақтырсаңыз Ол жұқа жаққаннан кейін сондай болады. Қалың қылып жақса, о. алай. Енді қайтты. Ой, бір ай неге үйттіңіздер? Бүгілмейді ғой осында, иә? Қатық қалды ғой бірақ, да? Бүгілмейді. Келген кезде біраз сыну болған аяқта. Бүгін 4-ші күн. Қазір біз сарсу неғып көрдік, бірақ сарсу бар аз мөлшерде. Тітіркеніп денесі сарсу ала алмадық. Қозғалыста біраз кедергі ұшырау бар. Енді реабилитациялық кемшара, физио, массаж, ақын-ақын игалотерапия жаншу арқылы байқаймыз енді. Бұл жалпы 10-ші желтоқсан менискі жыртылу арқылы отаға түскен болатын. Енді қазіргі жалпы жағдай осылай болып тұр енді. 2025-11 қаңтар. Міне мына тізен менискі жыртылған, соған ота жасаған. Қазіргі жағдайда аяқ қатып қалған. Аяғы бүгілмейді ғой, иә? Иә. Көтерші, бүгші. Көтер алмайсың, ә? Осыны артып көтерілмейді ғой, ә? Тап көтер.
Taq kötür. Көтеремін. Осыдан артық көтере алмайсың, тізе бүгілмейді, мениски жыртылған ішкі сыртқы ота жасағаннан кейін қимыл әрекеттің шектеулігі себебінен осындай бұлшықеттерде қату синдромдары пайда болған. Ары қарай көреміз. 2025 11 қаңтар мынау тізенің көзіне мениски жыртылып, содан ота жасауға жібергенбіз. Ота жасатып келді. Қазіргі жағдайда мынау бұлшықеттердің сорлы синдромы пайда болған. Қимыл әрекеттің жеткіліксіздігін, ішкі сыртқы менискінің жыртылу факторы болған. Қазір отадан кейінгі жағдай кеше МРТ-ға түсті. 10 қаңтар. Одағы жағдай біраз дұрыстау. Тағы да ішкердей зерттеу жасаймыз. Өзің сөйлеп жіберші. Қаншасы түстің отаға? 10 декабрьде. 13 декабрьде түсті. Қанша шықтың? 17-сі шықтым. Шыққан кезде қандай синдром болды? Аяғым ауыр болды. Ауыр болып шықты, көтере алмадың. Аяғым көтере алмайтын. Аяғым жабысып қалатын, қозғалтамын, бүге алмайтын аяғым. Бүге алмайтын. Қазір уже 3 күн болды, 4-ші күн. Бүгін 4-ші күні физиотерапия қабылдап жүрсің. Дәрігермен кеңестесің ғой? Иә, кеңестесің. Жақсы, енді әзір мынада сарысу белгілері бар. Енді ары қарай тағы да көреміз. Жалпы жағдайларын бақылауда. Сұрақтарыңызға жауап берейін. Демек, бұл МРТ көрсеткеннен кейін бұл науқас туралы мен ем-шара жасаймын деген сөз. Әл-Фараби шығыс медицинасы ауырбеміз деген ауырмайтын жол ізде. Сіздермен біргеміз Алматы қаласында. Бізде өзіміздің отандық өнімдер, мына оңтүстіктен қазып алынған, оңтүстіктен жинап алған шөп дәрілеріміз бар. Бүкілдей отандық өнімдер. Мынау Ибн Сина бабамыз айтады, медицина ережелер деген 5 томдық кітабында қазіргі осы заманғы медицинаның түп негізі Әл-Фарабидің шәкірті деп айтамыз. Осы кісі айтады, жағрапиялық орнына қарай, жасаған ортасына қарай, климат өзгерісіне қарай адамдардың ағзасына әсер ететін сол өзі жасаған өңірдің өсінділері дейді. Өзінің туған жерінің климатына қарай сәйкес өскен өсінділер дейді. Демек, біздің ағзамызға өзіміздің туған жеріміздің, өзіміздің туған топырағымыздың әрқандай өскіндері дәрумен деген сөз. Сондықтан біз осы кісілердің теориясы негізінде лекциямызды ары қарай жалғастырып сөйлеп отырамыз. Енді остеохондроз деп жалпылай осы буын ауруларына қаратылған. Буын ауруларымен өткеннен бері тірек қимыл жүйесі бойынша айтқанда адам денесіндегі 206 парша сүйектің арасын құрайтын 300-ден астам буындар, былайша айтқанда 360 буындар туралы сөйлеп келе жатырмын. Тізе буыны, жамбас буыны, бел омыртқа буындары, осыларға өзімнің көзқарастарымды физиологиялық тұрғыдан, анатомиялық тұрғыдан, сүйектің құрылысы, морфологиясы, оның қызметі, функциялық қызметі туралы сөйлеп келе жатқан едім. Әзір біраз адамдар жинала берсін. Осы орайда мен мынау қазіргі тарап жатқан осы тұмау туралы, вирустық тұмау туралы. Қазіргі таралып жатқан HMFV деген вирусы инфлюенза вирус деп айтылады. Жүрек лүпілдеріңізді басып отырыңыздар. Таралымы көбейсін. Аяқ қойыңыздар.
қоспаймын. Мұны мойын омыртқаның емерте суреті. Мойын омыртқаның емерте суреті. Сұрақтарыңыз болса, кейін қоярсыздар. Мен әзір біраз түсініктеме жасай кетейін. Осы тірек қимыл жүйесіндегі біздің басты организміміз туралы, оның морфологиясы туралы, оның физиологиясы туралы, оның клиникалық анатомиясы туралы жалпы лекциямды жасайын. Содан кейін ары қарай сіздермен бірлікте сұрақ жауаптарыңызға жауап берейін. Демек, бұл МРТ көрсеткеннен кейін бұл науқас туралы мен емшара жасаймын деген сөз. Әл-Фараби шығыс медицинасы ауырбеміз деген шауырмайтын жол ізде. Сіздермен біргеміз Алматы қаласында. Бізде өзіміздің отандық өнімдер, мына оңтүстіктен қазып алынған, оңтүстіктен жинап алған шөп дәрілеріміз бар. Бүкілдей отандық өнімдер. Мынау Ибн Сина бабамыз айтады, медицина ережелер деген 5 томдық кітабында қазіргі осы заманғы медицинаның түп негізі Әл-Фарабидің шәкірті деп айтамыз. Осы кісі айтады, жағрапиялық орнына қарай, жасаған ортасына қарай, климат өзгерісіне қарай адамдардың ағзасына әсер ететін сол өзі жасаған өңірдің өсінділері дейді. Өзінің туған жерінің климатына қарай сәйкес өскен өсінділер дейді. Демек, біздің ағзамызға өзіміздің туған жеріміздің, өзіміздің туған топырағымыздың әрқандай өскіндері дәрумен деген сөз. Сондықтан біз осы кісілердің теориясы негізінде лекциямызды ары қарай жалғастырып сөйлеп отырамыз. Енді астрахандроз деп жалпылай осы буын ауруларына қаратылған. Буын аурулар. Мен өткеннен бері тірек қимыл жүйесі бойынша айтқанда, адам денесіндегі 206 парша сүйектің арасын құрайтын 300-ден астам буындар. Былайша айтқанда 360 буындар туралы сөйлеп келе жатырмын. Тізе буыны, жамбас буыны, бел омыртқа буындары, осыларға өзімнің көзқарастарымды физиологиялық тұрғыдан, анатомиялық тұрғыдан жауап берейін. Демек, бұл МРТ көрсеткеннен кейін бұл науқас туралы мен емшара жасаймын деген сөз. Әл-Фараби шығыс медицинасы ауырбеміз деген шауырмайтын жол ізде. Сіздермен біргеміз Алматы қаласында. Бізде өзіміздің отандық өнімдер, мына оңтүстіктен қазып алынған, оңтүстіктен жинап алған шөп дәрілеріміз бар. Бүкілдей отандық өнімдер. Мынау Ибн Сина бабамыз айтады, медицина ережелер деген 5 томдық кітабында қазіргі осы заманғы медицинаның түп негізі Әл-Фарабидің шәкірті деп айтамыз. Осы кісі айтады, жағрапиялық орнына қарай, жасаған ортасына қарай, климат өзгерісіне қарай адамдардың ағзасына әсер ететін сол өзі жасаған өңірдің өсінділері дейді. Өзінің туған жерінің климатына қарай сәйкес өскен өсінділер дейді. Демек, біздің ағзамызға өзіміздің туған жеріміздің, өзіміздің туған топырағымыздың әрқандай өскіндері дәрумен деген сөз. Сондықтан біз осы кісілердің теориясы негізінде лекциямызды ары қарай жалғастырып сөйлеп отырамыз. Енді астрахандроз деп жалпылай осы буын ауруларына қаратылған. Буын аурулар. Мен өткеннен бері тірек қимыл жүйесі бойынша айтқанда, адам денесіндегі 206 парша сүйектің арасын құрайтын 300-ден астам буындар. Былайша айтқанда 360 буындар туралы сөйлеп келе жатырмын. Тізе буыны, жамбас буыны, бел омыртқа буындары, осыларға өзімнің көзқарастарымды физиологиялық тұрғыдан, анатомиялық тұрғыдан
suyöktің құрылысы, морфологиясы, оның қызметі, функциялық қызметі туралы сөйлеп келе жатқан едім. Әзір біраз адамдар жинала берсін. Осы орайда мен мынау қазіргі тарап жатқан осы тұмау туралы, вирустық тұмау туралы. Қазіргі таралып жатқан HMFV деген вирусы инфлюенза вирус деп айтылады. Жүрек лүпілдеріңізді басып отырыңыздар. Таралымы көбейсін. Аяқ қойыңыздар. Бәрібір мен қоспаймын. Мұны мойын омыртқаның МРТ суреті. Мойын омыртқаның МРТ суреті. Сұрақтарыңыз болса, кейін қоярсыздар. Мен әзір біраз түсініктеме жасай кетейін. Осы тірек қимыл жүйесіндегі біздің басты организміміз туралы, оның морфологиясы туралы, оның физиологиясы туралы, оның клиникалық анатомиясы туралы жалпы лекциямды жасайын. Содан кейін арғай сіздермен бірлікте сұрақ жауаптарыңызға жауап берейін. Демек, бұл МРТ көрсеткеннен кейін бұл науқас туралы мен емшара жасаймын деген сөз. Әл-Фараби шығыс медицинасы ауырбеміз деген ауырмайтын жол ізде. Сіздермен біргеміз Алматы қаласында. Бізде өзіміздің отандық өнімдер, мына оңтүстіктен қазып алынған, оңтүстіктен жинап алған шөп дәрілеріміз бар. Бүкілдей отандық өнімдер. Мынау Ибн Сина бабамыз айтады, медицина ережелер деген 5 томдық кітабында қазіргі осы заманғы медицинаның түп негізі Әл-Фарабидің шәкірті деп айтамыз. Осы кісі айтады, жағрапиялық орнына қарай, жасаған ортасына қарай, климат өзгерісіне қарай адамдардың ағзасына әсер ететін сол өзі жасаған өңірдің өсінділері дейді. Өзінің туған жерінің климатына қарай сәйкес өскен өсінділер дейді. Демек, біздің ағзамызға өзіміздің туған жеріміздің, өзіміздің туған топырағымыздың әрқандай өскіндері дәрумен деген сөз. Сондықтан біз осы кісілердің теориясы негізінде лекциямызды арғай жалғастырып сөйлеп отырамыз. Енді астрахандроз деп жалпылай осы буын ауруларына қаратылған. Буын аурулармен өткеннен бірге тірек қимыл жүйесі бойынша айтқанда адам денесіндегі 206 парша сүйектің арасын құрайтын 300-ден астам буындар, былайша айтқанда 360 буындар туралы сөйлеп келе жатырмын. Тізе буыны, жамбас буыны, бел омыртқа буындары, осыларға өзімнің көзқарастарымды физиологиялық тұрғыдан, анатомиялық тұрғыдан 1分钟了解人体脏器位置。这是左肺、右肺，这是心脏，在正中偏左侧。这是气管，分为左右支气管，进入两侧肺。这是横膈膜，横膈膜以上是胸腔，横膈膜以下是腹腔。在上腹部有偏右侧的肝脏，这是胆囊，这是胃，胃以下这是12指肠，这是肠道、小肠和外围的大肠。这是胰腺，12指肠，12指肠上面和胃相连。左上腹部脾脏，左右肾脏在腹腔偏后位置。腹主动脉，肾脏下面连着输尿管，输尿管下面是膀胱。
Әл-Фараби шығыс медицинасы 2024 желтоқсан. Ауырып еміз дегенше ауырмайтын желімізде 8775 235 97 88 8702 718 23 82 телефон нөмірлеріміз. Алматы қаласы. Жасыңыз нешеде? 76'da. 76 жаста. Қайдан келдіңіз? Жамбыл облысы. Болды, ары айтпай қойыңыз. Қандай алғаш келген кезде қандай немен келдіңіз? Қандай аспаптық тексеру нәтижелері болды сізде? Барлығынан УЗИ-ден өттіңіз. Енді бір несі, бұл кісінің аспаптық тексеру нәтижесінің бәрі толық болды. Қан анализінде ешқандай өзгеріс жоқ. Қан сондай таза. Жаңағы ақуыздың да жетіспеушілігі жоқ, эритроциттің жоғары төмендігі жоқ, лейкоцит, лимфоциттардың барлығы, сояларға шейін, тромбоцитке шейін сондай жақсы өзін күтімге алған апамыз. Бүгін міне 8-ші күн 2024 жылы 24 желтоқсан. Енді бұны түсірмеу керек еді. Сосын бетін көлегейлеп отырмын. Көптеген жаңағы сұраныстар болып жатыр. Емдеп жатсың ба, өтірік па? Енді өзіңіз қалайсыз енді апа? Шүкір жақсымын кішкене. Басым ауырып келіп едім, басым ауыртты. Содан кішкене жеңілдеп қалған сияқты, Алла шипасын берсін деп. Бүгін 8-ші күн емін алып жатырмын. Қандай ем қабылдадыңыз? Бұл жерде қандай ем бар? Ине бар бұл жерде жаңағы. Массаж бар, физиотерапия бар, белге, мойынға физиотерапиясы бар. система бар, Системаның неше түрі бар. шөппен булау бар, құрғақ булау бар, бошкаға салып. Енді Алла шипасын берсін. Енді мынау шарасыздың несінен шалға тиіп барам депті ғой бұрын. Сол секілді осы шарасыздықтан амал жоқ. Мына түсіруге тура келді. Енді әбестік болып жатса кешірерсіздер, бірақ бет жүздеріңізді көрсетпеймін, аты жөндеріңіз айтылмайды. Енді рахмет. Енді бұлай сұрауға мүмкін болмау керек еді, сұрамау керек еді жалпы. Енді Алла шипасын берсін деп қана тілейміз. Біздің осы нелеріміздің ұсынысы бойынша ғана болып отыр. Сондықтан жалпы сізден және басқа адамдардан кешірім сұраймын. 2024 желтоқсан Әл-Фараби шығыс медицинасы пациент науқас адамның өзінің келісім бойынша біз бетін түсірмейміз. Сіздердің сұрақтарыңыз бойынша енді. Ал інім аты жөніңді айтпай қой. Жасың қаншада? 34 жас. Қандай бел омыртқа грижасымен келдің, Қаншасыншы курс болды? Бүгін 2-ші курс бітеді. Қалай әзіргі жағдайда? Жағдайым жақсы. 1-ші курстың аяғында жағдайым жақсы болып қалды. Енді жалпы грижа деген бұл жай қайта салатын синдром емес. Аралыққа 10 күн алды, 2-ші курсқа келді. 2-ші курстың соңғы күні. Енді соңғы курсын 1 айдан кейін жалғастырамыз. Одан кейін семьялық жағдайда жаттығулар жасап жатсың ғой, Иә, турник, зарядка. Қазір кезде енді өз қалайсың енді? Енді біз бірден бұны сақайып кетті деп айта алмаймыз, бірақ жеңілдік дәрежесі қалай? Бұрын қалай? Кәдімгі жеңілдеп болдым, енді оңай болмады енді ең. Bir aydan asты ғой, 2-ші курс. Жақсы болып қалдым. Алғашында өзім аяғыммен жүре алмай, машинамен алып келіп жүрдім. Жатқан күйімде алып келіп жүрдім. Постельный режиммен келдім дейсің ғой? Режиммен келіп жүрдім. Қазір өзім аяғыммен, өзім машинамен келіп жүрдім. Аллахқа шүкір. Шипасы Алладан. Аспаптық тексеруден МРТ-ға түстің. МРТ нәтижесі бойынша көрдік. Енді шипасы Алладан, енді ары қарай көреміз тағы да. Рахмет. Аты жөніңді айтуды біз медициналық этикаға сай келмейді. Сондықтан арқаңнан өзіңмен осындай шағын ғана пациенттердің ұсынысы бойынша қандай ем шара қабылдайсың деген ұсыныс бойынша ғана
тартып отырмын. Рахмет, Алла шипасын берсін. Болды, тамағымыз қызарды, ол жерде бактерия пайда болды, іріңдеді. Демек, біздің бездеріміз қанның тасымалдау жұмысын жасай алмады деген сөз. Сонымен ол сіңді, іріңдеді. Бездің ролы қандай екен? Бездің ролы адам денесіндегі зат алмасуды, қанның құрамындағы зат алмасуды реттейді екен. Міне осындай синдромдар, симптомдар пайда бола бастайды. Одан кейін жаңағы біздің гипофиз бездеріміз түргеріндегі оның атқаратын ролдары, қалқанша безіміз, кеуде безіміз, ішіндегі қолтық асты бездеріміз, шап бездеріміз, аталық аналық бездеріміз, қылта бездеріміз секілді бездердің барлығы жұмыс жасауын тоқтатып, қанның құрамында зат алмасуды тежейді, онда көптеген патологиялар, аурулар қанның құрамынан белең бере бастайды. Сосын мынау без қатерлі ісігі дегеннің пайда болды. Тамағымыз қызарды, ол жерде бактерия пайда болды, іріңдеді. Демек, біздің бездеріміз қанның тасымалдау жұмысын жасай алмады деген сөз. Сонымен ол сіңді, іріңдеді. Бездің ролы қандай екен? Бездің ролы адам денесіндегі зат алмасуды, қанның құрамындағы зат алмасуды реттейді екен. Міне осындай синдромдар, симптомдар пайда бола бастайды. Одан кейін жаңағы біздің гипофиз бездеріміз түргеріндегі оның атқаратын ролдары, қалқанша безіміз, кеуде безіміз, ішіндегі қолтық асты бездеріміз, шап бездеріміз, аталық аналық бездеріміз, қылта бездеріміз секілді бездердің барлығы жұмыс жасауын тоқтатып, қанның құрамында зат алмасуды тежейді, онда көптеген патологиялар, аурулар қанның құрамынан белең бере бастайды. Сосын мынау без қатерлі ісігі дегеннің. Шүкір, шүкір, тағы да шүкір.